Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Ал ендеше біз бастайық. Мен кішкентайымнан ерке де еңбекқор қыз болып өстім. Үйімізде шуақ бар еді. 2 баламыз, ата-анам, бауырларыммен бірге бақытты отбасы едік. Әкем, мен, анам бізді ешкімнен кем қылмай өсірді. Не ішем, не кием демедік. Әкем жұмыстан шаршап келсе де алдымен мені бауырына басып, қызым сабағын қалай деп сұрайтын. Анам болса, қыз баланың қолы жеңіл болсын деп ас үйге ерте үйретті. Мектепте жақсы оқыдым. Әр 90 сайын мақтау қағазымен марапатталып, ұстаздар болашағынан үміт күтеміз дейтін. Әкем қызым дизайнер болам дейді деп мақтанатын. Мен де сол арманмен өмір сүріп жүрдім. Түрлі суреттер салып, көйлектердің үлгісін сызатынмын. Ауылдан қалаға кету мен үшін жаңа өмірдің бастауы болатын. 9 сыныпты бітірген соң өзім қалаған мамандыққа емес, грант түскен жерге баруға тура келді. Ата-анам грант тегін ғой, дәрігер болсаң адамдарға пайдаң тиеді деп үгіттеді. Мен көндім. Іштей кейін дизайнерді де оқып алам ғой деп ойладым. Колледж қалада еді. Анам қыз бала жалғыз жатақханада тұрмасын. Кім біледі, орта қандай деп әпкемнің үйіне жіберді. Әпкемнің 3 баласы бар. Күйеуі 2 қалада тұратын, 2 де жұмыста. Тұрмыстары жақсы көрінді. Апамның қолғанаты боласың, сабақтан босасаң, балаларға қарасаң жеткілікті дейтін анам. Мен де қуана келістім. Апамның үйі кең, бәрі жетеді. Балалар тәтті, өзіме жақын тартып кетті. Таңертең сабаққа барып, кешке келіп, үй жинап, тамақ пісіріп, бала қарауға көмектесетінмін. Бір үйдің тіршілігіне тез үйреніп кеттім. Бірақ бір ғана нәрсе мазалайтын. Апам мен жездем жиі ұрысып қалатын. Кішкентай балалар, мама, папа, ұрыспаңдаршы деп жылағанда жүрегім ауыратын. Кейде түн ортасында екеуі дауласып айқайлап кететін. Сонда мен балаларды алып арғы бөлмеге шығарып кететінмін. Күндердің бір күнінде бәрі өзгере бастады. Қысқы семестр біткен, мен сессия тапсырып жүрген кез. Сол уақытта әкем мен жездем қатты ұрысып қалды. 1-2 күннен соң әпкем ажырасатынын айтты. Бітті, енді осы өмірге төзе алмаймын деді. Мен үндемедім. Жездем кетіп қалды, бірақ балаларды көруге анда-санда келіп тұратын. Сол кездегі менің жүрегімде қорқынышта, аяушылықта қатар болды. Үйде ер адам болмаған соң, кейде өзімді жайсыз сезінетінмін. Бірақ жездем келсе, балаларды көруге ғана келеді ғой деп ойлайтынмын. Бір күні әпкем кешке телефон соғып, мен құрбыма бара жатырмын. Балаларға тамақ беріп ұйықтатып тасташы деді. Мен жақсы дедім де үй тірлігін істеп жүре бердім. Бірақ мен білмеппін. Дәл сол түн менің өмірімді 2-ге бөледі деп. 2 бөлім тағдырды өзгерткен түн. Сол түн менің есімде мәңгі қалды. Әпкем құрбысына қонып кеткен соң, үйде тек мен және балалар ғана қалдық. Кешкі тамақты дайындап, ыдыстарды жудым. Балалар күлкісімен ойнап жүрді, мен өзімді тыныш сезінетімін. Бірақ мен білмедім, сол қарапайым тыныштық қаншалықты жалған болатындығын. Түн ортасында есік қақты. Жездем еді. Балапандар қуанып әкем келді деп жүгіріп шықты. Мен есікті аштым. Ол тәттілерді қолына ұстап балаларға берді. Шай іштік. Содан кейін бәрі үй тірлігін жасауға кірістім. Ыдыс жуа бастағанда мен артқа бұрылсам, жездем әлі телевизор алдында отыр екен. Балдызым, әпкең келмейтін сияқты ғой деді ол мені шошытқан дауыспен. Мен балалар ұйықтап қалған соң қорқып тұрдым, бірақ жоқ, мен қорықпаймын. Балдың бөлмесіне байды. Бірақ ол кетпеді. Балалар мені әбден сағынып қалыпты, тағы біраз болайын деді. Сол кезде менің ішімде бір жамандықты сезіп, денем түршігіп кетті. Мен дереу әпкеме қоңырау шалдым. Ол болса, ой қойшы, кімнен қорқасың? Жездеңе балалар бөлмесіне төсек салып берді. Өзімге жас көзім ілініп кеткен екен. Біреу көрпемді ашып, іш киімімді шешіп жатыр екен. Шошып оянсам да, айғайлай алмай қалдым. Жаным мен денем бірдей қорқыныш пен ауырсынуда болды. Таң атқанға дейін мен тек ояу болдым. Мен оның үнсіз қуыршағы болдым. Мен барынша қарсыластым.
бірақ бәрі бекер. Балалар бөлмеде бейқам пысылдап ұйықтап жатыр еді. Мен көзім жасқа толып, екі аяғым арасы шымылдап, астым ауырып, өзімді жиіркенішті сезіндім. Жуынуға барсам да, ішімдегі ауыртпалық кетпеді. Тек су мен сабынмен емес, жүрегімнің жарасын тазалай алмадым. Таңғы сәуле терезеден аққан кезде ғана үнсіз шалбарын киіп кетіп қалды. Балалар ештеңе сезбеді. Мен киініп тамақты дайындадым. Көзім ісіп кеткен, жүрегім ауырған, бірақ балалар бейқам күлкісін жалғастырып жатты. Мен сол сәтте өмірдің қаншалықты қатал екенін түсіндім. Сол түн мен үшін тек қорқыныш емес, өмірлік сабақ болды. Кейде сен қорқыныш пен әділетсіздікке қарсы тұра алмайсың, тек аман қалу ғана маңызды. 3 бөлім. Таңғы шындық пен әпкенің өтініші. Таңертең күн ақырын терезеден кіріп, бөлмемді жылытып жатыр еді. Менің денем әлі де қорқыныш пен ауырсынумен дірілдеп тұрды. Көзім ісіп, жүрегім ауырған, бірақ балалар бейқам ойнап жүрді. Сол кезде әпкем хабарласты. Жаным ақылдым, мұны ешкімге айтпа, шағымданба, балалар үшін өтінемін. Ертең түрмеге түссе, мыналарға кім алимент төлейді? Сенен кешірім сұраймын. Бірақ бәрін өз арамызда қалдырсақ жақсы болар еді, деді дауысы дірілдеп. Мен үндемедім. Жылап отырдым. Ішімде бірдеңе күйіп бара жатыр еді. Бірақ мен әпкемді түсінуге тырыстым. Оның айтқаны дұрыста еді, балалардың болашағы бірінші орында. Егер бәрі ашылса, олар азап шегеді, мектепте қорланады, және бәлкім атанам қатты күйзеледі. Күнім, мен сені жақсы көремін, бірақ жағдайымыз қиын. Балаларды ойлашы, мен олар үшін бәрін жасай алмаймын, деді әпкем. Мен ғана емес, әпкем де қорқынышта еді. Ол алғашында күйеуінің әрекетін ақтап алғысы келді, бірақ шындыққа көз жұмуға болмайтынын түсінген. Біз үнсіз отырдық. Мен ішімде қатты ауырдым, бірақ ол барлығы өз арамызда қалсын деген өтінішін қайталады. Сол сәт мен үшін ең ауыр күндердің бірі болды. Жүрегім жарылып кететіндей сезілді. Бірақ мен шешім қабылдадым, өткенді іште қалдырамын, өмір жалғыз. Сол күні мен жатақханаға оралу туралы шешім қабылдадым. Әпкемнің үйінде қалсам, әр түн мен үшін қорқынышқа толы болар еді. Балалардың болашағы үшін мен өзімді қорғауым керек екенін түсіндім. Жатақханаға оралған соң атанам қоңырау шалды. Неге әпкеңнің үйінен кеткенсің, не болды саған? Деп сұрады. Мен ештеңе айтпадым. Балаларды ойлап, әпкемді ойлап, бәрі жақсы деп жауап бердім. Шын мәнінде жүрегімде үлкен жара қалды. Сол күннен бастап мен тұйықталып, сабаққа баруға қызықпай, өзіммен жалғыз қалдым. Бірақ мен білетін бір нәрсе бар еді, өзімді қорғауды үйренуім керек. 4 бөлім. Жатақханаға кету, жалғыздық пен үнсіздік. Келесі апта мен үшін ең қиын кезең болды. Жатақханаға оралдым. Ешкімнің қадағалауы жоқ, өзім жалғызмын. Ал ішімде әлі де сол қорқыныш, ауырсыну бар. Әпкемнің үйінде болған түн әрдайым көз алдымда. Сабаққа бару ауыр болды. Ақыл ойым шашыраңқы, жүрегім тұйық. Мұғалімдер сұрақ қойса, жауап бере алмай қалатынмын. Бағам төмендеп, әр емтихан мен үшін айтарлықтай сынаққа айналды. Атанам хабарласты. Неге сабаққа бармайсың? Оқуымда мән жоқ, не болып жүр саған? Деді. Мен бәрі жақсы деп ғана жауап бердім. Ішімде шындықты айтсам, әпкемнің, балалардың, өзімнің өмірін қиып жіберетіндей қорқыныш болды. Жатақхананың бөлмесі тыныш, бірақ мен үшін бұл тыныштық ауыр болды. Көршілерім күлкімен сөйлескенде, менің ішімде бір қысылу пайда болды. Қолымнан тек кітап оқуға тырысу келді, бірақ көңіл бөлгім келмеді. Әр сәтте өткен түннің бейнесі көремін, қорқыныш, шошу, өзімді қорғансыз сезіну. Кейде түнде көзімді жұмып, сол түстің қасіретін сеземін. Көбіне жылаймын, бірақ ешкімге айта алмаймын. Бұл менің ішкі әлемімде терең жара қалдырды. Сабақтарым төмендеп, мен өзімді оқудан алыстата бастадым. Бірақ бір нәрсе белгілі болды, мен жалғыз болсам да, өмірді жалғастыруым керек. Күш жинап, өзімді қорғауды үйренуім керек. Күндер өтті. Мен жатақханадағы жалғыздыққа үйрендім. Сөзсіз, бірақ сабағыма барып, өзімді жетілдіруге тырыстым.
Ішімде қорқыныш болса да, мен білетін бір нәрсе болды. Өмірім менің қолымда, мен өзімді қорғап, қайта тұруым керек. 5 бөлім. Оқу мен өмірдегі күйзеліс, ата-ананың алаңдауы. Жатақханада күндер бір қалыпты өтіп жатты. Сабаққа барып, лекцияларды тыңдаймын, бірақ ойым әрдайым өткен түстің құрығына байланып қалды. Өткен түннің бейнесі, әпкемнің өтініші, жездемнің әрекеті, бәрі санамда қайта-қайта орала беретін. Ата-анам хабарласып алаңдап жатты. Қызым, не болып жүр? Неге сабаққа бармайсың? Оқу көрсеткіші төмендеп кетті деп жатыр ғой, деп сұрады. Мен ештеңе айта алмадым. Ішімде бір жау бар еді. Егер бәрін айтсам, әпкем мен балалар зардап шегеді. Сондықтан тек бәрі жақсы деп қана жауап бердім. Менің ішкі диалогым күн сайын қайталанды. Неге мен осылай қорқамын? Неге өзімді қорғау үшін ештеңе істей алмаймын? Бірақ балаларға не болады? Әпкемнің болашағы не болады? Жатақханадағы жалғыздық мені күштеп, өз ішкі әлеміммен бетпе-бет қалдырды. Бір жағынан, мен қатты шаршап тұйықталдым. Бірақ екінші жағынан, бұл мені тәрбиеледі. Әр сәтте өзімді қорғауды, шекарамды белгілеуді үйрендім. Мен сабаққа баруға тырысқан сайын, өзімнің осалдығымды сездім. Кейде ойлаймын, егер мен сол түнде қорқып қалмаса, бәлкім бәрі басқаша болар еді. Бірақ өткенді өзгерте алмаймыз. Маған тек өзімді күшейту ғана қалады. Әпкем болса, дым болмағандай тыныш өмірін сүріп жүре берді. Ата-анам мен үшін қатты алаңдап жатты. Анам әрқашан, қызым, сенің жүрегің дұрыс жолда жүрсін. Бірақ денсаулығыңды ойла деп айтатын. Әкем, қызым, сен мықтысың, бәрін еңсересің демеді. Бұл мені жеңілдете түсті, бірақ жүрегімде әлі де ауыртпалық болды. Сабақтарымды орындап, өзіме уақыт бөліп, бірте-бірте психологиялық жарамды басқаруды үйрендім. Мен білетін бір нәрсе болды, өзімді қорғау, өмірімді жалғастыру менің міндетім. Сол кезде мен ішкі күшімді жинай бастадым. Күндердің бір күнде мен өзіме айтты, мен бұл жағдайдан өтіп, өз орнымды табамын. Мен өмірімді өзім басқарамын. 6 бөлім. Жазасын алғандар, әділдік пен рухани қайтату. Уақыт өте, мен өзімді аздап жинай бастадым. Сабаққа бару оңай болмаса да, оқуға көңіл бөле бастадым. Жатақханадағы жалғыздық мені шыңдады, ішкі қорқынышымды жеңуге көмектесті. Бірақ жүрегімде әлі де жара қалды. Бірнеше айдан кейін күтпеген хабар келді. Жездемнің әрекеттері тағы да бір қыздың өмірін құртып, құқық қорғау органдарына жеткізілген. Іш киімнің жуылмай сақталғаны айғақ болды, қыздың хикаясы дәлел болды. Сот процесі ұзаққа созылды, бірақ әділет орнады. Жездем қатаң режимге түрмеге түсті. Ол үшін бұл жазаның бір бөлігі ғана болды. Әпкем жездемді ақтап алғысы келді, бірақ дәлелдер жетерлік еді. Әпкем бастан кешкенін мойындап, мені көргенде көз жасын тыя алмады. Сіңілім, кешірші, бәрін өз арамызда қалдырғаным дұрыс болмағанын енді түсіндім. Сенің батылдығың мен үшін сабақ болды, деді. Мен оған теріс қарадым, жауап бермедім. Жүрегім әлі толық жазылмаған еді, бірақ мен оның өкінішін сездім. Менің ішімде бір өзгеріс болды, қорқыныш, жара мен жасыру сезімдері біртіндеп кеткендей болды. Өмірдің әділ екенін, ал адамдық шекара мен өз құқығымды қорғау маңызды екенін түсіндім. Сол кезде менің көзім ашылды. Мен тек сабаққа ғана емес, өмірге де қайта оралдым. Қиындықтар мені сындырмай, керісінше күшті етті. Енді менің жолым, өзімнің болашағым мен арманым үшін күресу. Әпкем балалармен бірге өмірін түзеп, өз үйін қайта құрады. Мен жатақханадан шығуға дайын болдым. Өткеннің көлеңкесі артта қалды. Енді мен тек өз өмірімді таңдаймын. 7 бөлім. Жаңа өмірдің бастауы, қыздың күшейген бейнесі. Мен жаңа өмірге қадам басқан сәтте, ішкі тыныштық пен сенім алғаш рет бірге келді. Жатақхананың бөлмесінен шығу, өзіме өзім жауап беру, бәрі мені жаңа деңгейге көтерді. Өткеннің ауыртпалығы әлі бар, бірақ ол мені енді тоқтата алмайды. Күндер өтті. Мен сабағыма баруды, өзімді дамыту мен арманыма жетуді әдетке айналдырдым.
Әр сәт сайын өзіме сенім артып, қорқынышты жеңу жолында жаңа күш таптым. Көз алдымда сол түннің бейнесі тұрса да, мен енді оған бағынбаймын. Әпкемнің өмірі де біртіндеп түзелді. Ол балаларын тәрбиелеп, өз үйін қайта құрып, өмірдің әділдігіне көз жеткізді. Біз арасындағы қатынас бұрынғыдай емес, бірақ сенім мен түсіністік пайда болды. Жездемнің түрмеге түсуі, әділдіктің орнауы мен үшін сабақ болды. Өмірде кейде әділдік уақытында келеді, бірақ ең маңыздысы өзіңді қорғау. Мен өзімді құрбандыққа бермей, өзінің жолымды таңдадым. Менің жаңа өмірімде тек өзіме сенім, өз құқығым мен арманым маңызды. Өткен ауыртпалық мені сындырмады, керісінше күшейтті. Енді мен өз жолымды өзім таңдаймын, өз өмірімді өз қолыма аламын. Менің жүрегімде тек бір сезім бар, өзімді сүйетін, өмірге сенетін, және ешқашан өзімді қорқытпауға дайын қыздың сенімі. Сол сенім мені қанша ауыртса да жаңа биіктерге жетелейді. Өткеннен сабақ алып, болашаққа үмітпен қараған мен енді ештеңеден қорықпаймын. Бұл менің жаңа өмірім, менің жаңа бейнем, мықты, батыл, өз өміріне жауапты қыз бол.